Сарапшылар Қазақстан, Ресей және Қырғызстандағы зейнетақыларды салыстырып көрді. Біздің еліміз Евразиялық экономикалық одақтағы зейнетақы мөлшері бойынша 3-ші орында. Евразиялық экономикалық комиссия Қазақстан, Ресей, Беларусь, Армения және Қырғызстандағы зейнетақы мөлшері туралы жылдық есебін ұсынды. Рейтингте Беларусь көш бастады. Евразиялық экономикалық одақ елдеріндегі орташа зейнетақы былайша. Беларусь елінде $237 құрайды. Яғни доллардың қазіргі бағамы бойынша 511 теңге деп алатын болсақ, бұл сома $121 мың теңгеге айналады. Ал Ресейде $227, яғни теңгеге айналдырғанда 116 мың теңге. Ал Қазақстанда $174, яғни 89 мың теңге. Арменияда $126, 64 мың теңге. Қырғызстанда $123, 62 мың теңге. Орташа зейнетақы бұл зейнетақының жалпы сомасының елдегі зейнеткерлер санына қатынасы. Яғни Қазақстандағы зейнетақы Евразиялық одақ елдері бойынша 3-ші орынға тұрақтап отыр. 2026 жылдан бастап Қазақстан зейнетақыны басқарудың жаңа моделін іске қоспақ. Онда жеке басқарушылардың кірістілігі қатаң эталондармен өлшенеді және инвесторлар алғаш рет өз стратегиясын таңдауы керек болады. Зейнетақы жаңа тәсілмен, яғни 2026 жылдан бастап жеке активтерді басқарушылар үшін ойын ережелері қалай өзгеретін болады. Зейнетақы активтері туралы тағы да көп әңгіме айтылып жатыр. Бірақ бір келісімді талқылау негізгі мәселені көлеңкеде қалдырып отыр. 2026 жылдан бастап Қазақстанда жекеменшік менеджерлердің кірістілігі қатаң эталондармен өлшенетін жаңа зейнетақы басқару моделі іске қосылады. Ал инвесторлар алғаш рет өз стратегияларын таңдауы керек болады. Парадигмалық ауысу, яғни бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының монолитінен жеке қаржылық таңдауға дейін. Көптеген жылдар бойы Қазақстанның зейнетақы жүйесі монолиттік болды. Барлық жарналар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында жинақталды. Ал ұлттық банк инвестициялауға толық жауапты болды. Бұл қарапайым, бірақ пассивті модель болды. Азаматтар төледі, ал реттеуші арқылы мемлекет қаражатты қалай пайдалану керектігін шешті. 2021 жылы бұл монолиттік құрылымда жарықшақ пайда болды. Ол кейіннен жаңа әлемге есікке айналды. Енді әрбір салымшы өзінің зейнетақы жинақтарының 50%-ға дейінін жеке компанияларға, инвестициялық портфель менеджерлеріне сенімгерлік басқару үшін беруге заңды құқылы болады. Сонымен зейнетақы жүйесінде тағы да біршама өзгерістер орын алатын сыңайлы. Евразиялық одақ елдеріне кіретін елдер арасында зейнетақы бойынша Қазақстан орташа көрсеткіште тұр. Яғни бұл алда да емес, соңында да емес, ортасында деген сөз.